Бұл жер Йемен аңғары. Саул патша басқарған Израиль әскерлері Амонмен соғыста жеңіске жетті. Әйтсе де филистерлермен соғыста жеңіліп жатқан болатын. Филистерлерде темірден жасалған қару-жарақ та болды. Олардың әскерлері мықты, тіпті бойы 3 метрдей Голиат деген алып әскері бар еді. Дәуіт осы Йемен аңғарына әкесінің тапсырмасымен келген болатын. Соғысқа қатысып жатқан 3 ағасына тамақ әкелген. Кенже ұл Дәуіт соғыс шебіне келіп, Голиаттың айқайлап тұрғанын көрді. Голиат біреуді таңдап өзіне қарсы шығуға 40 күн бойы шақырып тұрды. Израиль әскерлері одан қатты қорқып тұрған еді. Алайда Голиаттың сөзін естіген Дәуіт басқаша ойлады. Голиат қаншалықты дәу, мықты, қорқынышты болса да, Құдайды масқаралайтын адамға жай қарап тұру дұрыс емес деп санады. Дәуіт әкесінің қойларын бағатын қойшы болған. Ол қойларды бағып жүргенде арыстан, аю келіп, қойға шабуылдаса да, оларды соңынан қуып жетіп, қойларды олардың аузынан тартып алып, аңдарды ұрып өлтіретін. Сөйтіп қойларын аман сақтап жүретін Дәуіт, Голиаттың да бір әлсіз жері бар шығар деп ойлады. Дәуіт қасындағы адамдарға, мен өзім шығып оны құртамын деді. Адамдар Дәуіттің сөзін Саул патшаға жеткізіп, ол Дәуітті өзіне шақырып алды. Саул Дәуітке, сен әлі жассың, оған қарсы шыға алмайсың деді. Әйтсе де Дәуіт қойшы боп жүріп, арыстан, аюларды жеңген оқиғаларын және Құдай өзімен бірге болатынын айтты. Соны естіген Саул өзінің сыртқы киіммен қола дулығасын және сауытын Дәуітке кигізді. Дәуіт соларға үйренбегендіктен, бұған үйренген емеспін, өз амалыммен шығамын деді. Ол қой баққанда қолданған таяғы және тас салған сақпанын қолына ұстады. Сосын жылғаның түбінен 5 жұмыр кесек тасталып, қалтасына салды. Голиат бозбала Дәуіттің қолына таяқ ұстап келгенін көріп, менсінбей қарқылдап күлді. Маған таяқ ұстап шықтың ба? Мені ит деп тұрсың ба? Етіңді жыртқыш құспен аңға жемтік қылып беремін деп қорқытқан сөз айтты. Әйтсе де Дәуіт батылдықпен, сен маған қарсы семсер, сүңгі, найзамен келесің, ал менің қаруым басқа, сол Құдайдың аты деп, жүгіріп қалтасынан бір тасты суырып алып, соны сақпанына салып, Голиатқа қарай атып жіберді. Сонда не болды? Семсер, сүңгі, найза жеңді ме? Құдайдың аты жеңді ме? Дәуіт атқан тас Голиаттың маңдайына дәл тиіп, оны тесіп жіберді. Голиат құлап түсті. Оның құлағанын көрген филистерлер қаша жөнелді. Сол күні Израиль филистерлерге қарсы соғыста үлкен жеңіске жетті. Балалар, филистер әскерлері де, Израиль әскерлері де жақсы қару болса, және әскерлердің бойлары ұзын, мықты болса жеңеміз деп ойлаған. Бірақ тек бір адам Дәуіттің ойы басқаша болды. Ол соғыста жеңу, немесе жеңілу Құдайдың қолында деп сенді. Құдай Голиатқа қарсы соғыста Дәуіттің сондай сенімін растап берді.